Сәлеметсіңдер ме балалар? Жаратылыс тану сабағын бастаймыз. Бөлім дыбыс, тақырып табиғи дыбыс көздері дегеніміз не? Оқу мақсаты дыбыстың табиғи және жасанды көздерін ажырату. Бүгінгі сабақта табиғи дыбыстар туралы білесің, табиғи дыбыс көздерімен танысасың. Бағалау критерийлері табиғи және жасанды дыбыс көздерін ажыратады, табиғи дыбыс көздерін атайды. Балалар, біз бүгін сендермен жаратылыстанудан дыбыс деген жаңа бөлімді бастайын деп отырмыз. Бұл бөлімде сендер айналамызда қоршаған алуан түрлі дыбыстармен, олардың таралу жолдарымен және дыбыстың табиғи және жасанды көздері болатыны туралы білетін боласыңдар. Сабақты бастамас бұрын балалар, алдымен жұмбақ шешіп көрейік. Қане мұқият тыңдаймыз. Естиміз, бірақ көре алмаймыз. Айтамыз, бірақ жаза алмаймыз. Бұл не деп ойлайсыңдар балалар? Қане ойланамыз. Иә балалар, дұрыс айтасыңдар. Бұл дыбыс. Дыбыс біздің айналамызды қоршап тұрады. Дыбысты біз тек қана айтамыз және естиміз. Дыбысты біз көзбен көре алмаймыз. Оны қолмен ұстай алмайды екенбіз. Бүгінгі сабақта біз сендермен табиғи дыбыс көздері туралы әңгімелесетін боламыз. Табиғи дыбыс көздеріне балалар табиғат құбылыстарының, жан-жануарлардың және адамның дыбыстары жатады екен. Олай болса, қазір балалар экраннан мен неше түрлі дыбыстың нұсқаларын сендер еститін боласыңдар және оны табуларың керек. Қане барлығымыз белсенді қатысамыз. Мұқият тыңдаймыз. Иә, бұл ненің дыбысы деп ойлайсыңдар балалар? Қане дұрыс жауабымен сәйкестендіріп тексеріп көрейік. Иә, бұл жауып жатқан жауынның дыбысы екен. Келесі екінші дыбысты мұқият тыңдаймыз. Ал, бұл ненің дыбысы? Таныс па сендерге? Қане дұрыс жауабын көрейік. Сендерді дұрыс тапты деп ойлаймын. Келесі дыбысқа өтейік. Иә, бұл дыбысты барлығымыз жақсы білеміз, иә? Бұл ненің дыбысы? Әрине, үрген иттің дыбысы екен. Келесі соңғы дыбыс. Иә, балалар, таптық па? Қане тексеріп көрейік дұрыс жауабымен. Бұл күлген балалардың дыбысы екен балалар. Сендерді бұл тапсырманы өте жақсы орындады деген сенімдемін. Қазір сендерді марапаттайтын боламын. Ал, қане, ең көп дұрыс нұсқасын тапқан, яғни 4 сұрақты да, 4 дыбысты да дұрыс тапқан оқушы алтын медальді иеленеді. 3 дыбысты дұрыс тапқан оқушыға күміс медальді береміз. Ал 2 және 1 дұрыс жауап тапқан оқушыларға біз қола медальдан береміз. Балалар, енді оқулықпен жұмыс жасаймыз. Қане жаратылыстану кітабымыздың 82-ші бетін ашып көрейікші. Ненің суретін көріп тұрмыз? Иә, дұрыс айтасыңдар балалар, бұл табиғат аясы. Негеш пен Эврика табиғат аясына серуендеуге шығыпты. Енді осы суретке мұқият қараймыз. Қандай дыбыс көздерін көріп тұрмыз? Қане, ойланайық. Иә, таптық па балалар? Иә, сарқыраманың ағып жатқан дыбысы, жапырақтың түсіп жатқан сылдыры, иә? Тағы қандай дыбысты көріп тұрмыз? Негештің әңгіме айтып жатқаны, Эврика оған күліп тұр, иә? Құстар сайрап жатыр. Бұғының аяғының астында бұталардың сыңғырлап, сылдырлап, сынып жатқан дыбыстарын естіп тұрмыз. Балалар, қазіргі біздің атап өткен дыбыстарымыздың барлығы табиғи дыбыстарға жатады екен. Қазір балалар ойын ойнаймыз. Ойын дыбысты сал деп аталады. Қазір экраннан қандай тіршілік иесінің атауы шығады, сендер соның дыбысын салып көруге тырысыңдар, жарай ма? Бірінші дыбысқа кеттік. Иә, мысық.
Мысық қандай дыбыс шығарады балалар? Салып көрейікші қане. Жақсы, келесі. Ит. Ит қандай дыбыс шығарады? Адамның күлгені. Қане күліп көрсетейік, қалай күлеміз біз? Және соңғысы құстардың сайрауы. Барлық дыбысты салалдық па балалар? Мен сендерге сенемін. Өте жақсы дыбыстарды салды деп ойлаймын. Сол үшін сендерге балалар осы смайликті сыйлағым келеді. Ары қарай балалар сабағымызды жалғастырайық. Зерттейік дейді. Балалар, әлемде адам естімейтін дыбыстар да болады екен. Мысалы, ультра дыбыстар және цифра дыбыстар. Бірақ бұл дыбыстарды балалар жануарлар естиді және ажыратады екен. Өйткені олардың есту қабілеті басқаша қалыптасқан екен. Ал сен білесің бе? Адамның сөзі, күлген, жылаған, түшкірген кезінде шығаратын дыбыстарының барлығы табиғи дыбыстарға жатады екен. Ал қазір балалар дәптермен жұмыс жасаймыз. Дәптеріміздің 55-ші және 56-ші жұмыс парағындағы тапсырмаларды орындаймыз. 55-ші тапсырмаға мән береміз. Суретке қараймыз да, бұл жердегі табиғи дыбыстарды табамыз және оларды бояймыз. Келесі 56-ші жұмыс парағындағы тапсырма, екі бірдей суреттегі табиғи дыбыстарды табамыз және екі суреттегі 5 айырмашылықты тауып, оны белгілеп көрсетеді екенбіз. Сабағымыздың балалар қорытынды кезеңіне келіп жеттік. Әдеттегідей сабағымыздың соңында квиз тапсырмасы арқылы тест тапсырмасын шешіп көрейік. Бүгінгі сабақта сендерге 3 сұрақтан тұратын тест дайындадым. Өздерің білесіңдер, бірінші сұрақты көрсетемін. Табиғи дыбыс көздерін ата. Сарқырама, скрипка, найзағай. Скрипка балғаның тырсылы және үшінші нұсқа жел, баланың жылаған дауысы. Қайсы дұрыс нұсқа деп ойлайсыңдар? Бірінші, екінші, үшінші. Ал енді дұрыс жауабымен тексеріп көрейік салыстырып. Табиғи дыбыс көздеріне жел, баланың жылаған дауысы жатады екен. Міне осылай балалар келесі екі тапсырманы да өз беттеріңмен орындап көрсете қойыңдар. Осымен балалар сабағымыз аяқталып келеді. Қазір кері байланыс бере қойыңдар маған. Бүгінгі кері байланысымыз интервью деп аталады. Яғни сендер бүгінгі біздің сабақта өткен табиғи дыбыс көздері не деген тақырыпты қайтадан естеріңе түсіре отырып, саралай отырып, алған ақпараттарыңа талдау жасай отырып, бүгін мен білдім, мен үйрендім, менің қолымнан келді, маған қиындық тудырды деген сөйлемдерді өз сөздеріңмен жалғастырып, маған айтып берсеңдер болады. Сабаққа қатысқандарыңа балалар көп рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.